жайын, жесі жайын толғаған, бүгінде жоқ күнде жиын күртөмек. Адамды Алланың мақсатпен жіберген, мақсатыңды танып сезіп білермен, ата-анадан бейіп қойған бармалын, қуыз кеуде топанбас көп білермен. Сенім еді табылар деп басынан, сенген қойы тентек болды жасынан, ғибрат алып, ойға қалып байқап көр, оқиғаны баяндайын басынан. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе, мұғалім? Отырыңыздар. Бүгін түгел екенсіздер ғой. Өте жақсы. Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы отбасылық құндылықтар. Сәлеметсіз бе, мұғалім? Ана отырған бала менің балам еді. Кірсем рұқсат па? Әрине апа, кіріңіз. Баласының кетпетесін қабағы, анасына айман көзбен қарады. Ата буып сал есікті сартып, шығып кеткен бетіне сақталды. Анашым, сіз неге келдіңіз? Балам-ау, сен таңертең ерте кеттің ғой. Мінеки, мына бәлішті ала ғой, жеп аларсың. Жемеймін мен, қарным аш емес. Балам, жүр, шай ішейік. Жоқ, мен папа болып жатырмын. Ой, қоя қойшы сол сабағыңды. Одан да екеуміз барып, шай ішіп келейік. Анашым, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Ал құлыным, қоя қой. Анашым, сіз мектепке енді келмеңізші. Мен сіздің соқыр көзіңізден ұяламын. Балалар маған күледі. Жарайды құлыным, айтқаным болсын. Енді мектебіне бармаймын. Шырағым, көзіме не болған балам қайда тұрсың? Жыладана, еңіреді. Үйренген қой келген мұңға көнеді. Шан жылады, соқыр көзден жас шықты, көкірегінде бар құпия көңілі. Тезірек ер жетсе ғой, оқу бітіріп, Алматыға кетіп, соқыр аманнан құтылатын. Арада бір шама жылдар өткен. Балам, тоқтай тұр. Мына бәлішті ала ғой, жолда жеп аларсың. Жемеймін мен. Мені көлікті тұр. Асығыспын. Жарайды құлыным, жолың болсын. Сәлеметсіз бе апа, қалыңыз қалай? Амансың ба құлыным? Шүкір, жақсымыз. Де бәрі жақсы. Балам-ау, сен менің баламның досы емессің бе? Я досымын апа. Ал ендеше құлыным, мына ақшаны менің балама беріп жіберші. Жақсы апа, бер жерем. Сау болыңыз. Сау бола ғой құлыным. Сау болыңыз. Амансың ба көрші? Аманбыз көрші. Өздерің қалайсыңдар? Шүкір, жақсымыз. Менің саған жақсы жаңалықтарым бар. Сенің ұлың оқуын бітіріп, жұмысқа орналасты. Өз отбасын құрып, бүгін балалы болыпты. Құтты болсын, сенің немерен туылды. Мәссаған, менің балам ба? Менің балам үлкен ер азамат болып, міне бүгін мен де немерелі болып отырмын ғой. Саған рахмет көрші осындай жаңалықты жеткізген үшін. Ал көрші, баланың бауы берік болсын, құтты болсын. Әмин көрші, мен ендеше ауылыма қайтып барайын. Айтқандай-ақ ол анасын ұмытты. Маман болды, жұмыс тапты білікті. Әйел алды, баласыйды анасын, есіне алмай қойсын, қалсын жүріпті. Мәссаған, мынау Алматы ма? Қандай таулар, қандай биік үйлер. Менің балам осындай үлкен үйлерде тұрады ма? Сезімдерді сілкін жауып тұр. Жігіт үйін сәл салғана тауып тұр. Құлақ салды әйелді төбелеріне есіктері күйіп-күйіп қағып тұр.
Есікті қағып тұрған кім? Мен ашайын. Сәлеметсіз бе? Сіз кімсіз? Амансың ба шырағым, сен менің келінім, қолымдағы немерем болған екен ғой. Ұлыма келіп едім. Туш. Неге келдің? Әйелім мен баламды қорқытасың ғой. Қалада не істеп жүрсің? Құлыным-ау, екеуміздің көріспегелі көп болды ғой. Мінеки сен де үлкен ер азамат, бүгін мен де әже атанып отырмын. Құлыным-ау, келші бір құшақтайық. Кетші бар. Ақымақ, ес-аусан кемпір. Жаңағы кісі кім? Сен неге оған дөрекілік таныттың? Ол менің анам. Мен оның соқыр көзіне намыстанамын. Сонда басқа адамдар анасы жүрсе, сен болсаң анаң соқыр көзден намыстанасың ба? Бұл мүлдем дұрыс емес. Сәлеметсіз бе апа? Менің анам қайда екенін айта аласыз ба? Амансың ба? Сен менің көршімнің баласы емессің бе? Ай балам-ау, сенің ауылға келмегеніне қанша жыл өтті. Осы 2 жыл бұрын ана дүниеден өтті. Мен аманатқа қиянат жасамай, анаң дүниеден өтер алдында саған хат жазып кеткен. Соны өзіне тапсырайын. Балам, ботам, айым, күнім, асылым, қарт кеудемде бір сыр бар ет жасырым. Кеудемді өртеп барады сол күрен ой, жаздым хатқа оқып балам біле ғой. Нәресте едің түспей тұғын қолымнан, бағым көбет бүгінгідей сорыңнан. Әкен бар ет, жаны жақын балаға, үйден шықтық, қыдырсақ деп қалада. Болықты да бірге кетіп арманы, жол апаты жан әкенді жалмады. Түстік солай, бұл тағдырдың тезіне, зақым келді сенің оң жақ көзіне. Дәрігерлер көрді, білді, байқады, үрелендім, қандай шешім айтады. Қатты зақым алған екен ұлыңыз, көрмес көзі алдын ала біліңіз. Жай таппаса бұған егер жаныңыз, уақыт барда сау көз іздеп табыңыз. Бақытты өмір сүру үшін балаңыз, сол сау көзді орнына саламыз. Есім шықты, ет жүрегім дүрсілдеп, бар бақытты балам көрсін, білсін деп. Құрбан еттім бағын үшін өзімді, саған бердім сап-сау тұрған көзімді. Міне балам, содан бері соқырмын, содан бері таңым қайғы кешіммін. Осы көзбен көп ұялсам өзімді, кешір қалқам, кешір ботам, кешіргін. Атана разылығын тапсақ Allah, айтыпты жәнеттен жай беремін деп, тірліктен таппаған соң көңілдерін, өлген соң жылаудың да керегі жоқ. Алдарыңызда өнер көрсеткен жас актер театры.